20 жастағы Айсәуленің өзіне қол жұмсауына не себеп? Ана екі алаяқ мен қызымды жеткізді осы жағдайға. Алаяқтар қыздың миын қалай улаған? Қысымды не арқылы кіргізеді бұл жерге? Ұят, масқара болу. Іс неге алға баспай жатыр? 42 күн өтті. Сонда не істеп отырсыңдар сендер? Біреуден бата күтіп отырсыңдар ма? Айсәуленің мәйіті дәл осы көпір маңындағы жағалаудан табылады. Ата-ананың жан айғайына кім жауап береді? Зерттеп көрдік. Бұл 20 жастағы Айсәуле Қанаханның денесі табылған аумақ 1 сәуір күні. Таңертең бойжеткеннің мәйіті Есіл өзенінің жағасынан анықталды. Ал араға 2 күн салып, 3 сәуірде өзінің туған күнінде Айсәуле жер қойнына тапсырылды. Бір отбасының үмітін үзіп 20 жастағы қыздың өмірін қиған бұл оқиғада күмән тудыратын жайттар көп. Марқұмның денесі анықталған кезінде басында целлофан пакет болған, алайда отбасы мұны суицид ретінде қабылдауға қарсы. Жақындарының айтуынша Айсәуле соңғы күндері интернет алаяқтардың психологиялық қысымына ұшыраған. Қыздың әкесі Сайбек Қанаханның сөзінше тергеу ұзақ уақыт бойы мардымды жүргізілмеген. Қазір Айсәуленің жақындары істеп өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу бабы бойынша жабылып кете ме деп қорқып отыр. Марқұмның ата-анасы кибералаяқтардың әрекетімен қыздың қазасы бір-бірімен тікелей байланысты екеніне сенімді. Айсәуле Шабот университетінің графикалық дизайн факультетінде оқыған. Жақындарының айтуынша оның болашаққа жоспары көп болған. Түрлі дизайн жобаларымен айналысып қосымша табыс тауып жүрген. Оқиға наурыз айының соңында басталған. Әкесінің айтуынша Айсәуле үйдегі алтын бұйымдарды университеттегі зергерлік жоба үшін қажет екенін айтып алған. Келесі күні ол әкесінің телефонын сұрап алып, интернет дүкендегі тапсырыстың жеткізу мекенжайын өзгертіп беремін деген. Кейін әкесі Каспий қосымшасындағы шоттан шамамен 520 мың теңгенің жоғалғанын байқайды. Ақша Айсәуленің есеп шотына аударылған болып шыққан. Ата-анасы қызынан мән жайды сұрағанда еш нәрсе айтпай үйден шығып кетеді. Қыздың телефонын алып ашқан кезде алаяқтардың ықпалына түскенін түсінген. Әкесінің айтуынша WhatsApp-тағы бұрынғы хаттардың көбі өшірілген, алайда соңғы хабарламалар сақталып қалған. Оқысақ, екі алаяқ Айсәулеге маза бермеген. Біреуі Калашников Дмитрий Николаевич деген, және астына жазып қойыпты, специалист Национального банка Республики Казахстан. Телефоны жаңа ненің актив па, кейсел ма, соның телефоны екен. Содан қарасақ 1 сағат 3 минут бойы, түні бойы сөйлескен екен. Сағат түнгі 1-2-лерді. Ана екіншісі де маза бермеген. Және кеше енді алдыңғы күні кеше жақын шығып кетті дедім ғой. Олар сол такси жіберген екен, жалдап өздері. Сол таксиге отырғызған. Сол бір Магнум деген сауда орталығына барған. Сол жерде банкомат бар, сол жерге барып бір адамның счетына ақшасын аударған. Және ана неде WhatsApp-та жазылып тұр, мен сізді көрмей тұрмын, сіз қайда жүрсіз деп. Сосын, міне көрдім деп. Яғни ол бақылауда болған. Мүмкін өтірік жазып тұрған шығар, бірақ мүмкін шынымен де бақылауда болған. Қыздың үйден шығып кеткенін байқаған ата-ана үй маңын, өзен жағасын, көпірлердің айналасын аралап іздейді. Полиция шақырады, кинолог итпен де іздейді, бейнебақылау камералары тексеріледі. Бірнеше сағаттық іздеу жұмыстарынан кейін Айсәуленің мәйіті дәл осы көпір маңындағы жағалаудан табылады. Сайбек Қанаханның сөзінше, сот медициналық сарапшы өз қорытындысында қыздың басында болған пакет 2 түйінмен әлсіз байланып тұрғанын көрсеткен. Яғни ішке ауа өткен, осыған байланысты отбасы мұндай жағдайда тұншығу мүмкін емес екенін айтады. Сонымен қатар оқиға орнындағы алғашқы полиция хаттамасында бас жарақаты көрсетілген. Алайда кейінгі сот медициналық сараптама қорытындысында бұл туралы ешқандай мәлімет болмаған. Осы жайт марқұмның жақындарының күдігін күшейтіп отыр. Оның үстіне кибералаяқтарға қатысты негізгі деректер толық зерттелмеген. Ал халықаралық мессенджерлер мен банк операциялары бойынша сұраулар уақытында жіберілмеген. Тергеуге қатысқан қызметкерлер арасында бірде-бір IT маманы болмаған, әрі ешқайсысы ағылшын тілін білмеген. Ал қызметкерлердің өздері халықаралық киберқылмыстық топтарды іздеу мен әшкерелеу олардың міндетіне кірмейтінін айтқан. Қазір Айсәуленің телефоны полицияның қолында, бірақ отбасының сөзінше құрылғы толық зерттелді ме, жоқ па, оған нақты жауап берілмеген.
Осыған байланысты жақындары қажет болса тәуелсіз IT мамандарды тартып сараптама жасап, өз бетінше зерттеу жүргізуге дайын екенін айтады. Біріншісі, әуелі ана екі алаяқ мен қызымды жеткізді осы жағдайға. Қызым соның кесірінен біздің үйдегі алтынды алып, ломбардқа өткізіп, ақшасын сосын бір рет оларға жіберді. Екінші рет жаңа менің ақшамды алып жіберді. Ол өзінен өзі істемейді ғой. Сендер ең бастапқы мәселе анау екі алаяқтың кім екенін білмей жатсыңдар. Және білгілеріңдер келмейді. Ол ондай құрал жоқ бізде, ондай не жоқ, мүмкіндік жоқ. Кімде бар онда үшін? КНБ-де. Енді КНБ болса, ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, оларға осындай не сауал жібердіңдер ме? Осындай қылмыс болды, осындай екі алаяқ жаңа қызға маза берген жоқ десем, үндемейді. Жібермеген. Сосын мен айтам, 42 күн өтті. Сонда не істеп отырсыңдар сендер? Біреуден бата күтіп отырсыңдар ма? Іс 2 бап бойынша қаралып жатыр. Кибералаяқтық және өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу. Біреуі криминалдық полицияда болса, екіншісін киберполиция тергеуде. Әсәуленің отбасы 2 қылмыстық істі бір өндіріске біріктіруді талап етуде. Марқұмның әкесі прокуратураға хат жолдаған, алайда сұрақ ашық күйінде қалып отыр. Тиісті органдағылар мардымды жауап бере алмай отыр. Егер де әлеуметтік желілердегі сол жаңағындай жүргізілген болса, онда қызметкерлеріміз сол жаңағындай сараптамалық өз қорытындысын береді, жаңағы зерделеуді жүргізеді, кейін құзыреті бар департаменттің қарамағына сол ақпаратты береді. Бірақ та бұл жаңағындай ақпарат адам өліміне жеткізу бойынша біздің департаменттің құзыретіне жатпайды. Қазіргі таңда тергеп тексеру жүргізілу барысы болғандықтан, оның жаңағындай ішкі ақпаратын ашуға құзыретім жоқ. Бұл іске депутат Абзал Құспан да араласқан, мәжілісмен құзырлы органға хат жолдаған. Шағым түскеннен кейін мен ол шағымның көшірмесін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің тергеу жөніндегі орынбасары Адилов Санжар Аскенұлы мырзаға жеткіздім, арнайылап кездесіп айттым. Осындай азамат еді, елге қадірлі үлкен ағамыздың жаңағыдай немересі екендігін бәрін айттым ақпаратта. Ол кісі тиісті тапсырма беремін деді. Менің ойымша мына жерде оның 2 бап бар, 2 баппен бөлек тергеліп жатыр. Біреуі мынау өзіне өзі қол салу бабы бойынша, екіншісі мынау оны жаңағыдай кибералаяқтар үлкен қаражатты ұрлау дейміз енді, көзделген бапта. Осы 2 бапқа байланысты біреуінде киберпол айналысып жатыр, екіншісі жаңағыдай осы аудандық полиция айналысып жатыр екен. Енді осы менің жазған хатымнан кейін, менің ұсынысымнан кейін енді Ішкі істер министрлігінен күтеміз, немесе Ішкі істер министрлігіне журналистер тікелей шыға беру керек. Маған әзірге енді жауап келетіндей уақыт болған жоқ. Университет тарапынан да Айсәуленің мінез құлқына қатысты сұрақтар қойды, қалайда қыздың кураторы журналистерге сұхбат беруден бас тартты. Кибералаяқтар қазір тек ақша ұрлаумен шектелмейді, олар адамның психологиясына әсер етіп, қорқыныш, қысым және манипуляция арқылы толық бақылауға алуға тырысады. Әсіресе сенгіш әрі эмоциясын ішінде сақтайтын адамдар мұндай қысымға тезірек түседі дейді психологтар. Бұл жерде мысалға көбі тағы да неге назар аударып тұр? Қыздың ақылдылығына, тағы да ақылды, сабағын жақсы оқыды, бір жақсы көрсеткіштер көрсетті деген сияқты. Бірақ жаңағы алаяқтар шабуыл жасаған кезде бірінші кезекте олар интеллектіге шабуыл жасамайды, олар эмоцияға шабуыл жасайды. Неліктен жаңағы жақсы оқитын адамдар түседі, өйткені біз оларға адамдардың мысалға сырт көзге біз әдемі көріну керекпіз, жетістіктерге жету керекпіз, мықты болу керекпіз, 5-ке оқу керекпіз. Бұның бәрі біздің ішіміздегі қалауымыз ба, әлде бізден сырттың күткені ме? Әке-шешеміздің, туған-туысқанымыздың, біз және бұны әрқашан ақтап үйренгенбіз ғой. Жетістікке жетуді бізде үйретті, ал қиындықтарға тап болған кезде бұнымен күресуді бізге үйреткен жоқ. Көбінесе балаларға, өйткені балалар жаңадан енді әлі мен кіммін, мен қандаймын, менің ортада орным қандай деген әлі қалыптаспаған. Мысалға ол бір 25-ке дейін қалыптасады. Алаяқтар өте жоғары сондай тыйымнан тұратын адамдарды өзіне іздейді.
ол кісілердің жаңағыдай санасын шырмауықпен оп-оңай жаулап алуға болады. Қысымды не арқылы кіргізеді бұл жерге? Ұят, масқара болу арқылы, содан кейін өз-өзіне деген сенімін жоғалту арқылы, ол жайлы ақпаратты көп біледі екенін айту арқылы. Себебі бұл кейбір адамдар көп кісілермен араласпайды, ашық жарқын емес, ортасында көптеген қарым-қатынас әртүрлі тараптан құра алмайтындықтан ол кісілер өзі жайлы, өзге жайлы көптеген пікір ішінде қалыптастырмаған. Осындай тұстардың барлығын анықтау арқылы, сезу арқылы алаяқтар сол бір тұстарды пайдаланады. Марқұмның әкесі қызының болашаққа жоспары көп болғанын айтады. Айсәуле шығармашылықпен айналысып, графикалық дизайн саласында дамуды мақсат еткен. Отбасы қызының оқуына, техникасына және шығармашылығына барлық жағдайды жасап келген. Түңілетіндей өмірден ешнәрсесі жоқ та, және кішкентай кезінен математикада бейім болатын, сосын аяғында бейнелеуге де бейім болады, сол графикаға кетем деп, жарайды деп сурет мектебіне бердік. Сосын ол анау акварель бояулар бар, тағы бір май бояулар бар. Дүкенде сатылып жатқан балаларға арналған емес, кәдімгі кәсіби бояулар аламыз. Олар деген өте қымбат. Сол қанша жыл суретпен айналыстық. Және де графический дизайнда өздеріңіз білесіздер, андай жай компьютер келмейді. Қымбат компьютер, сосын жаңағы стайлус дейді, сызатын. Әйтеуір ақшаны аяған жоқпыз. Ол қыз бір ақшасы жоқ, бір семьяда өскен жоқ. Тамағы да дұрыс болды, киімі де дұрыс болды, құрал-сайманында біз айтқан құрал. Яғни және осы Айсәуле қайтыс боларда Қытайдан арнайы тапсырыспен 700 мың теңгеге мықты ноутбук сатып алғанбыз. Мықты процессормен. Өзі жазып берді бізге технический спецификация. Сол спецификация. Сондықтан егер ол шынымен де өмірден түңіліп кетемін десе, онда сол ноутбук не үшін бізге тапсырыс берді. Және де жұмысқа орналасу мәселесі шешіліп тұр. Бұл жалғыз жағдай емес, биылғы жылдың 4 айында тұрғындарға алаяқтардан 20 миллиард шығын келген. Оның тек 4 миллиардқа жуығы жәбірленушілерге қайтарылды. Кейбір қылмыстардың басым бөлігін дәл осы интернет арқылы жасалатын алаяқтық фактілері құрап отыр. Банкте істеген кезде көп адам мошенниктерге алданып келетін тұғын. Мошенниктер кредит алдырған бір үлкен кісіге, пенсионер кісіге, ол кісіге дәрі заказ береміз деп алдағанда 300 мың теңге кредит алған. И ол кісі бізге жылап келіп тұр. Үлкен кісі 70-тен асып кеткен. Поликлиникадан звондап, код айтыңыз деді, сізге қан тапсыру керек. Қалай қан? Сестрам білмейді ғой, сестрам. Сразу бірінші кодты айтқан ғой. Вовремя успели мы остановить ей. Екінші кодқа уже айтылмады, сол кетінші мошенниктер ештеңе жасай алмады. Мужу звонили как будто следственный комитет. Вот прям утром, в 7 утра, прямо следователь звонит им. Он сам в милиции работает, в полиции. Говорит, подойдите, вот на вас уже дело, там вот такое. Вот такие прям, вот в нашей семье что вот приходило. Мне с клиники как будто звонит доктор. Доктора вообще, в медике у них такого нету, чтобы обзванивать пациентов, просто прийти кровь дополнительно сдать. Там и так-то не запишешься к ним. Они звонят, просто мен айтам, қазақша сөйлеңдер, и они прекращают. Соңғы 5 жылда Қазақстанда киберқылмыс саны шамамен 3 есеге өсті. Ал интернет алаяқтардың кесірінен келген қаржылық шығын көлемі ондаған миллиард теңгемен есептеледі. Бірақ ең ауыр ақша жоғалту емес, жақыныңнан айырылу. Қазір Айсәуле Қанаханың ата-анасы қызының өліміне қатысты іс тек өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу бабы аясында қалып, шындық толық ашылмай қала ма деп алаңдайды. Қайғыдан қанжытып отырған ата-ана істің жан-жақты әрі әділ тергелуін талап етіп отыр.